Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осы жиналып қалған нәрестелердің киімінен, яғни май болып қалады, дақ болып қалады, әйтеуір бір тұра берсе майланып қалатын киімдерді мусорға тастауға болмайды. Яғни бұл нәрестенің киімі болғандықтан ешкімге де беруге болмайды деп жатады. Сондықтан мен оны тастамай бір кәдеге жаратайын деп отырмын. Яғни пайдалы бір идеяларды осы нәрестелердің киімінен тігетін боламын. Енді бізде көріп көптеген түрлі киімдер жиналып қалған. Өйткені менің балаларым көп, менде 4 бала, құдай қаласа 5-шісі болады. Сондықтан керегін алып, қалған уже іске жарамайтын киімдерді осылай пайдаланбақшымын. Осы жерде ыңғайлы махровый сияқты бияз деп жатады, сондай маталарын таңдап алып, яғни сіңімділігі жақсы матасы бар киімдерді таңдап алып, мен бірінші кезекте жаңағы айтып жатады ғой, жас босанған аналар сүт ағып кетеді деп арнайы вкладыштар пайдаланып жатады. Вкладыши для груди дейді, қазақшасын білмеймін негізі, төсеніш деп айтсақ болады. Сондай төсенішті сатып алмай қолдан осы жаңағы киімдерді пайдаланып тігіп алсақ болады. Осындай многоразовый түрлері де болады, яғни жуып пайдалана беретін түрі, және де арнандай одноразовый түрі болады екен. Көбісі аналар осындайды сатып алып жатады роддомға. Мен сол осы баламның киімдерінен тігейін деп жатырмын. Осындай кесеменен әуелі формасын келтіріп алып, барлығынан осылай дайындап алам да айналасын оверлокпен тігіп шығам, немесе қолмен де тігулеріңізге болады, немесе жай тігіп алсаңыздар да болады. Осылай бөліктерді дайындап алдым. Енді айналасын қазір оверлокпен тігіп шығамын. Одан кейін өтектеп шығамын. Сонымен дайын болады. Басқа сіздерде қандай идеялар бар? Комментарияға қалдырып кетіңіздер. Менде бұл бірінші идея. Келесі идеяны келесі видеода салатын боламын. Осылай жақсылап өтектеп аламыз. Содан кейін біздің төсеніштеріміз дайын болады. Сіздерде қандай идея бар? Комментарияға қалдырып кетіңіздер. Менің арнама жаңадан келген оқырмандар менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің төсеніштерімізде дайын. Перзентханаға апару үшін сөмкелеріңізге салып дайындап қойсаңыздар болады. Менің келесі идеямды күтіңіздер. Өздеріңізде идея болса комментарияға қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.